Өткен сандарымызда Түркістан қаласында орналасқан халықаралық Қазақ-Түрік университетінің жұмысшы тобының жұмыстан қысқартылу және жалақының төмен болуы туралы уәжін редакция тобымызға қоңырау шалып, арнамыздан көрсеткен болатынбыз. Осы мәселенің бірінші репортажының жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Бұл мәселеде айтар қызықтар өте көп. Арнамызда болыңыздар. Тұрыңыз, мен шықтым деп барыңыздар, келіңіз бері шығыңыздар, мен шықтым деп. Мен бірінші барғам. Кімге бардыңыз? Ол кезде Бегали мырзада болған. Жоқ, тұра тұрсаңызшы, біз қанқа жазып, былай осыншасы бардыңыздар ма? Кімге? Бегалиге. Кімдер төледі бұл кісілерге? Бұл мемлекеттік мекеме ма? Жоқ, мен білмеймін. Жоқ, бұл мемлекеттік емес, халықаралық. Халықаралық, енді қараңыз. Бұл кісілерге айлықты кім төлейді? Мекеме және қалай сонда бәрі алып атқан айлық? Осыдан кейін біреуге шықтыңыздар ма сіздер айтыңыздар? Маған айтқан сөзі бұл кісілерге Басшыларыңызға неге бармайсыздар деп жатқан ғой? Оған кіргенбіз бәрін айтып. Мен ана қайтам бүйтем деді да, сол ой жоқ болып қойды. Кеше бірінші шілдеде көтеріледі деді, тағы жоқ. Сентябрьдегі тағы жоқ. Айлықты өздерінің жаңағыдай Басылбаевқа шығу керек еді. Бегалин бе? Бұл яш нәрсе. Өзіңіздің ішіп, жеп отырған айлық жұмыс жасап атқан жеріңізді. Сіз сөйлеп отырсыз, енді ол кісі енді ол мемлекеттік. Жоқ, алмайды. Жұмысын болсын, жеткен кісінің жұмысын кім істеп жатыр? Шашады.